Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін біз дәл осындай көкөністерден жасалатын сорпа дайындаймыз. Алдымен видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сорпамызға керекті заттар жылқы немесе сиыр еті, бірақ мен сиыр етін қолдануға кеңес беремін. Бізге кукуруз, орам жапырақ, картоп және де болгар бұрышы, қызанақ қажет болады. Алдымен газымызға суымызды қойып, одан соң жуылған еттерімізді салып, қатты отта бір қайнатып аламыз. Етіміз қайнағанша көкөністерімізді алдын ала турап қоямыз. Ол үшін картоп барлығын осылай ұсақтап, көбіктеп турап аламыз. Осылай бәрін турап болғаннан соң күрішімізді салқын суға салып қоямыз. Қайнаған етіміздің көбігін алып, жай отта етімізді пісіріп аламыз. Менде жас малдың еті болғандықтан 1-1,5 сағатта пісті. Мінекей біздің күрішіміз осылай кішкене өседі. Енді біз піскен етімізді бөлек түсіріп аламыз. Одан соң картоп және де сәбіз, орам жапырақ пен болгар бұрышын салып, қатты отта 3-4 минуттай қайнатып аламыз. Және де тұзымызды, кез келген приправамызды, паприкамызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді біз піскен етімізді ұсақтап турап алып, қайтадан сорпамызға саламыз. Қайнаған сорпамыздың үстіне күрішімізді және де қалған кукуруз бен помидорымызды салып, баяу отта 10 минуттай бұқтырып аламыз. Мінекей біздің сорпамыз дайын болды. Дайын болған сорпамыздың үстіне кептірілген укропты салдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Дәмі өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге видеом ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!